Амансыздар ма отандастар? Жабық сотта прокурордың бандиттан көмек сұрағаны белгілі болды. Бұндай жағдай әлемде біздің елде ғана кездесетін шығар. Соңына дейін тыңдасаңыз барлығын соттау керек дерсіз. Жақында Гиперборей деген каналда қазір түрмеде отырған қаңтар оқиғасына қатысты деген қауіпсіздік комитетінің жаңағы 5-ші департаментінің бастығы Руслан жаңағы Искаков деген азамат мынандай мәлімдеме жасап, мынандай куәлік етті. Алматының 15 жыл басқарған прокуроры Жүйріктайып Берік Қуанышбекұлы қаңтар кезеңінде жаңағы Искаковқа айтқан екен: мен ана әке-шешемді қорғасын Дикий Арман Жұмагелдиевке айтшы деген. Бұл не сұмдық? Айтыңыздаршы. Бұл жағдайда осы ақпаратты алғаннан кейін елдің барлығы, жұрттың көбі ақымақ емес. Жүйріктайып бұл қаңтардың қырғынын алдын ала білген, бұлай істелетінін сезген, ішінде болған, былайша айтқанда. Ол жаңағы 5-ші департаменттің жаңағы Искаковқа өзінің әке-шешесін тапсырған. Ал енді ол 2 миллиондық Алматы халқын қайда тастады? Бұл жерде Жүйріктайыптың әрекеті мемлекетке опасыздық жасаған болып саналады заң бойынша. Өйткені өзінің лауазымдық билігін асыра пайдаланып, халықты қасіретке, қиянатқа душар етті. Сонда қалай ойлаймыз? Арман Жұмагелдиев, Дикий Арман қазір түрмеде отырған. Бұл жаңағы Искакова бар, басқа да жаңағы түрмеде отырғандар, қауіпсіздік комитетінің басшыларының барлығы, оның ішінде Жүйріктайып барлығы білген. Бұл жоспарлы түрде жасалған. Ұйымдасып билік өз жасағандығын өздері мойындап отыр. Әшкере болып отыр қазір. Сондықтан халықтан Конституцияның 3-ші бабында жазылған халық мемлекеттік биліктің көзі деген. Олай болса, мынау Жүйріктайып қазір Павлодарға ауысып кетті. Алматыны 15 жыл билеген. Оның Крыша деп жатады ғой, оның қамқоршысы қазір бас прокурор Берік Асылұлы Ноғайұлы Асылов. Бұл кісі Жүйріктайыпты қорғап, қазір Павлодарға ауыстырып отыр. Сондықтан жұрт бұл адамды дереу тергеуге алып, қылмыстық іс қозғау керек Жүйріктайыпқа қарсы. Және Жүйріктайып бұдан ары қарай мемлекеттік іске араласуға құқығы жоқ. Міне мәселе қайда жатыр. Сондықтан қаңтар қырғынына ұйымдастырушылар биліктің өздері болып табылып отыр қазір бұл жерде. Оның барлығын өздеріңіз Гиперборейді көрсеңіздер, анық айтылған. Енді екінші жағдай. Президент мырза, сіз теледидардан халыққа айтасыз, заңдылықты сақтау керек. Заңдылықты көздің қарашығындай қорғауға тиісті міндетті прокурор мен соттардың, полицияның қылығы міне осы. Енді тағы бір оқиға айтайын сізге. Жақында Павлодардан ауысып жоғарғы бас прокуратурадан нұсқауымен жолдамасымен келген Кәріпбеков Серік Ақмырзаұлы деген Алматының прокуроры мен жаңағы жеке қабылдамай отыр. Ол жеке қабылдамау себебі, сіз бір рет кірдіңіз, енді кірмейсіз дейді. Заңда ондай жоқ. Менің оған қоятын заңды талаптарым бар. Өйткені 8 қылмыстық қозғалған менің арызым бойынша. Соның мені жұмыстан шығарған туралы арыз бойынша міне 12 жыл болды, 25 тергеуші өзгерді. Ешқандай шара қолданбайды. Білгендерін істейді. Жазатындар ылғи жалтарма жауап. Қылмыстық істер кодексінің 369 бабы бар. Бұл жаңа мен көрсеттім. Мына нем бар? Жазған арызым бар. Мына жерде 60 рет талон, 60 арыз жазған 1,5 жылдың ішінде. Осыған жауап бермейді. Ылғи отписка жаңағы жалтарма жауап береді. Бас десе құлақ дейді. Ақты қара, қараны ақ дейді. Міне бұндай заңға қайшы әрекетке барады. Бұл деген сыбайластық әрекет болып саналады. Сондықтан мен осы Кәріпбектің жеке қабылдауына кіру үшін пикетке арыз жаздым әкімшілікке. Маған әкімшілік 3 рет жазған арызыма 3 рет жауап бергені масқара жауап, сорақ, сауатсыз. Ол прокуратура дейді, қасында котельный бар, сондықтан сізге рұқсат жоқ дейді. Онда ол котельныйдің қасына жаңағы неге прокуратура салынған, неге адамдар олар жүреді? Міне көрдіңіз бе? Осыны мәслихаттың шешімі бар дейді. Ондай мәслихат
сауатсыз мәслихат неге халықты жаңағы осылай қиянат жасайды, заңды орындамайды. Енді бір екінші жағдай, сіздер білесіздер, бізде ішкі істер министрлігінің қазіргі министрі Сәденов Ержан Сапарбекұлы деген. Ол кісі 2011 жылы Жаңаөзен қырғынында Маңғыстау, сол Жаңаөзенге қарасты Маңғыстау облысының ішкі істерінің бастығы болған, орынбасары. Ал екіншісі тергеу бөлімінің бастығы қазір министрліктің Қожаев Мұхтар деген кісі. Бұл Жаңаөзендегі дабыл гонг операциясын басқарған 17 адамның өліміне себепкер болған адамның біреуі. Енді екеуі де қазір билікте отыр. Сонда ойлап қарасаңыздар, жаңағы Жүйріктаевтың қылығы анау, мына министрлердің қылығы мынау. Бұлардың барлығы сонда қалай бұндай мемлекет бола ма екен? Сіздің әлгі заңдылықты сақтайық деген кісілерді осылар сақтай ма сонда? Қазір түрмеде бірнеше саяси тұтқындар жатыр. Олардың айтқан пікірлерін барлық Конституцияның 33-ші бабына сүйеніп айтып отыр. Олар мемлекетті жаңағы қорғау үшін, мемлекеттің келешегі үшін күресіп жүрген азаматтар. Олар жау емес. Ал сіздің жаңағы айтқан сөздеріңіз, еститін мемлекетіңіз, жаңағы әділетті Қазақстаныңыз, заңды сақтайды дегендеріңіз барлығын бұлар орындамай отыр. Сонда бұл мемлекет қайда бара жатыр? Міне осыған назар аударуларыңызды сұраймын. Тағы бір жағдай, Алматының ішкі департаментінің бастығы генерал Запаров деген бар. Мен 5 рет қабылдады, мен 5 рет бардым. 5 рет уәде берді. Сонымен 5 ретте жауап жоқ маған. Анау кезінде Сәбит Мұқанов марқұм жазушымыз Қонаевты түсірер кезеңде билік Москвадан тапсырма береді ғой. Сіз жаңағы Қонаев жамандаңыз деп. Сонда Қонаевты 62-ші жылы орнынан алар кезеңде айтыпты ғой пленумда. Қонаев деген өтіріктің қапшығы деп. Сол сияқты бұл кісілердің барлығы өтірік айтады түгел. Өтірік деген болмайды. Халыққа шындықты айту керек. Мысалы жазған арызға жауапты қалай беру керек? Ол мотивированный болу керек. Жаңағы менің айтқан көтерген мәселемді ол заң жүзінде жоққа шығару керек, егер қылмыс құрамы жоқ болса. А бұлар бір-ақ сөз 35-ші баптың 1-ші тармағы бойынша қылмыс жоқ дейді. Бұл деген басынғандық, бұл мазақ ету, бұл қорлау деген сөз. Сондықтан бұл осыны ескеріп, дереу Алматыға, прокуратураға комиссия жіберуді талап етемін. Сонымен бірге мынау Марк Тури Цицерон деген атақты заңгер болған Римде. Сол кісі айтқан, адам бостандықта болу үшін заңның құлы болу керек деп. Егер мына заңдылықты өздері орындамаса, жаңағы мен атаған адамдар, онда халық қайда бара жатыр? Ертең мына қырғынның көкесі алда тұр ондай болса. Жыламаған адам жоқ, жыламаған ана жоқ. Мына қаңтарда қанша адам қиянат шекті, қанша адамды қинады. Алматының прокуратураның орынбасарларының барлығы соған қатысты. Мен олардың барлығын білемін. Бәрінің жаңағы мен қолымда бұлтартпайтын құжаттар бар. Сондықтан президент мырза, Қазақстан халқы, азаматтар, жаңағы мен немді қайтадан айтамын, басында Марк Твеннің сөзін. Мемлекет жаңағы өз елімнің саяси киімінің тозғанын көріп тазды деп айтпасам, мен өз өзім сатқынмын. Сондықтан сатқын болмаңыздар, пікір жазыңыздар, қолдаңыздар. Жаңағы Жүйріктаевты дереу орнынан алып қылмыстық іс қозғалсын.